Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы мәліметтер типтері. Бүгінгі сабақта үйренеміз Python тіліндегі мәліметтер типтерін, Python тіліндегі сандар, жолдар, тізімдерді. Тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Оқушылар, мәліметтер типтері дегеніміз шамалардың қабылдайтын мәндеріне берілетін сипаттама болып табылады. Python бағдарламалау тілінде мәліметтер типтерін қарастырып көрейік. Біріншісі ол бізде int, яғни бүтін санды білдіреді. 1, 150, 500 деген сияқты. Келесі бізде float, яғни нақты санды. Мысалы 1,5, 2,6, 6,8 деген сияқты. Келесі string, яғни жолдар. Бұл жерде ол екі тырнақшаның арасына жазылады. Hello, hi, лист тізімдер. Мұнда тік жақшаның ішіне жазылады. Және тік жақшаның ішінде тек бір типтегі мәліметтер ғана емес, әртүрлі типтегі мәліметтерді жазуға болады. Индек, яғни сөздіктер. Бұл жерде ирек жақша қойылады. Және тырнақшаның ішінде hello, қос нүкте, одан кейін тырнақшаның ішіне аударма сәлем деп жазылады. Келесі tuple, кортеждер деп аталынады. Объектілердің өзгермейтін реттілігі болып табылады. Boolean, бұл логикалық тип болып табылады. Оның мәні false және true болады. Pythonда сандық мәліметтер типтерінің мынандай түрлері бар. Int бұл бүтін сан, float ол нақты сан дегенді білдіреді. Оқушылар енді Python тілінде float және integer типтеріне берілген мысалдарды қарастырып көрейік. Python бағдарламалау тілінде интейджерді жазған уақытта ол int сөзімен қысқартылып жазылады. Int және ары қарай теңейміз. 23-ке тең болсын. Есем float. Оны теңейік 12,5. Және де шығару керек экранға. Командасын қолданамыз. Float ол үшін int бүтін float. Енді бағдарламамызды тексеріп көрейік, ол үшін run батырмасын басамыз. Нәтижеміз шықты. Келесі жолдар, ол Python бағдарламалау тілінде string типі болып табылады. Stringте бізде жақша ішінде, тырнақшаның ішінде жазылады, яғни сөздер, сандар жолдарымен жұмыс жасауға болады. Сонымен қатар тік жақшаның ішінде қос нүкте таңбаларын пайдаланып, қиып алып қосымша жолдар жасауға болады. Енді Python бағдарламалау тілінде жолдар stringті пайдаланып, мысал қарастырып көрейік. Мысалы, сәлем Python деген сөзді шығару қажет болсын. Яғни бұл жердегі сәлем Python бізде жол болып есептелінеді. Яғни string, яғни тең болады. Нақшаның ішіне. Одан кейін бізге экранға шығару керек. Экранға шығару керек, толықтай сөзді керек болатын болсын, да print командасын жазамыз. Мәліметтер типін береміз, және де тік жақшаның ішіне 0 мен яғни бұл жерде 14 қайдан шығыпты. Яғни бұл жерде біз комментарий жазып кетейік, бұл жолдар бізге толықтай жолды шығарады. Мына жерде қалай жазылып тұр? Бұл жолды шығарады. Келесінде біз басқалай шығарып көрейік. Яғни тік жақша ортасындағы екі нүкте арқылы немесе көшірме арқылы жазуымызға болады. Яғни бізде жерде тек 0 ғана болсын. Жақшан жаз бұл жерде бізде тек бірінші символды ғана шығарады, яғни 0-ші символды шығарады.
Келесі бізде 0 мен 3. Яғни 0 мен 3 дегеніміз 0-ші, 1-ші, 2-ші, 3-ші символдарды шығаратын болады. Екі қос нүкте болсын. Бұл екі қос нүктенің атқаратын міндеті екі қос нүкте және екі болады. Әр жолдың екі символын шығаратын болады. Әр жолдың екі символын шығаратын болады. Біздегі -1 -1 көбейтілген 8 болсын. Бұл жерге біз -1 көбейтілген 8 алайық. Көбейту таңбасы жұлдызша десек те болады. Бізде нені шығарады? Яғни біздегі бұл жер бір тік жақшаның ішіне алынады. Бұл жерде бізде соңғы символ 8 рет қайталайды. Соңғы символ, яғни -1 соңғы символда. Екінші тұрған мысалға бірінші бізде бос орын болады, ол 0-ші, одан кейін екінші тұрған бізде S, L, M, N, O, I болады. Одан кейін бізде 5 соңғы символ, яғни леп белгісін 8 рет шығарды. Тапсырма. Сәйкестендіреміз, яғни мәліметтің типтері берілген. Соны атауымен сәйкестендіретін боламыз. Мысалы, бүтін сан, ол бізде, дұрыс айтасың, интеджер. Ары қарай жалғастырамыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.